Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге узбекский нандардың рецептін бөлісетін боламын. Барлық қажетті заттардың барлығын описание бөліміне, яғни төменге толықтай жазып кетемін. Достар, сіздерден қолдау ретінде менің қазақ тілді YouTube каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен сүтімізді ысытып аламыз. Бірінші кезекте табамызға ысытылған сары майымызды құйып, үстіне сүтімізді құйып, одан кейін қант және де тұзымызды салып, қолымызбен қант тұз ерігенше жақсылап бірнеше минут көлемінде араластыратын боламыз. Келесі кезекте 2 жұмыртқамызды сары уызы мен ақ уызынан ажыратып аламыз. Сары уызы нанның бетіне жаққанға, сары уызды нанның бетіне жаққанда нанымыз жып-жылтыр болып тұрады. Ақ уызы нанның әппақ жып-жұмсақ болуына күшті көмектеседі. Сүтіміз суығаннан кейін үстіне ашытқы, яғни дрож және де жұмыртқаның ақ уызын қосамыз. Егер де сүт ыстық болса, жұмыртқаның ақ уызы пісіп кетеді. Сондықтан да жылы болғаны дұрыс. Одан кейін үстіне ұнымызды қосамыз. Достар, сүтіміз қам жылы болуы керек. Егер де қатты ыстық болған жағдайда нандар, яғни ұнымыз күйіп қалып, нанымыз көтерілмей, қамыр болып қалады. Ендігі кезекте жып-жұмсақ қамыр илетін боламыз. Қамырымыз, яғни ұн мен сұйық массамыз бір-біріне біріккенше, қамыр қолға жабыспайтын болғанша, яғни 7-10 минут көлемінде жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болмас үшін осылай шетінде қалған ұнға кішкене сүт құйып, тағы да қамыр илейтін боламыз. Мінекей, өздеріңіз видео көргендей ұзақ уақыт қамыр илейтін боламын. Одан кейін үстіне сұйық майымызды жағып, тағы да 1-2 минут көлемінде қамыр илейміз. Неліктен сұйық май десеңіздер, осы қамыр шетінде ұн қалмайды және де қамыр ашқан кезде қолға жабыспайтын болады. Мінекей, біздің нанымыз, яғни нанның қамыры дайын болды. Болғаннан кейін табақтың үстіне пищевой пленканы жабамыз. Пищевой пленка болмаса, кәдімгі пакетте болады. Сыртын осындай майлықпен орап аламыз. Майлықтың сыртынан жемпір немесе одеялмен орайтын боламыз. Бұл қамырдың тез көтеріліп, ашуына көмектеседі. Ендігі кезекте нанның, яғни қамырдың бетіне жағатын сұйық массамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге жаңағы жұмыртқаның сары уызы мен сүт қажет болады. Барлығын қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Нан шамамен 1,5-2 сағат көлемінде, яғни нанның қамыры ашитын болады. Ашыған қамырды осындай бірнеше бөліктерге бөліп, қолымызбен домалақтап жинап алатын боламыз. Нанның формасын дайындау үшін қамырдың шеттерін осылай қолымызбен созып, болғаннан кейін ортасында тағы да үйкейтін боламыз. Ендігі кезекте қамыр тесетін тескішпен нанның орталарының барлығын тесіп шығамыз. Ендігі кезекте жаңа дайындап алған сары уыз бен сүт қосылған сұйықтығымызды қамырдың бетіне жағамыз. Бұл нанның жылтырап, әдемі көрінуіне көмектеседі. Айта кетейін, достар, менің YouTube каналымда пендодо курсының отидо сабақтары тегін түсіндіріліп түсірілген, басқа да түрлі тәттілер мен түрлі тағамдардың рецепттері бар. Міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. YouTube каналыма тіркелсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Енді жаңа сұйық массамыз жағып болғаннан кейін үстіне сәндігі үшін кунжут немесе мак себетін боласыздар. Мен кунжут септім. Ендігі кезекте қамырды 10 минутқа демалдырып, одан кейін 200 градуста 40-45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей, достар, біздің әдемі күлшелеріміз, узбекский нандарымыз дайын болды. Бізге ас болсын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, видео пайдалы болса, видео ұнаса, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Міндетті түрде
YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.